Арулар ер азаматтың аяқ киімі таза болса, ол жігіт өте ұқыпты деп санап, осы бір көзқараспен бағалайды екен, және оларды табысты жігіттердің қатарына жатқызады. Ардақ, енді мұныңмен келіспеуге де болады, дегенмен бұл сөзіңнің де жаны бар. Жалпы тек аяқ киімнен емес, таза ұқыпты адамды бірден түр сипатына қарап та ажыратуға болады. Енді ол сенің ойың, дегенмен мен үшін мысалы аяқ киімнің таза болуы өте маңызды фактор. Сол себепті дәл қазір аяқ киіміне ұқыптылықпен қарайтын жандарды әріптесіміздің лайфхағына зер салуын сұраймын. Қайырлы таң, көрермендер, біз бүгін аяқ киім тазалауға арналған лайфхактардың рас өтірігін тексереміз. Алдымен қыздар қауымы осындай туфли киіп жүрген кезде кейде аяғымыз шалынып сырылып кетеді, андай қара-қара болып. Ал оны кетіру үшін бізге лак тазалайтын сұйықтық керек екен. Біз қазір соның көмегімен осы қара сызықтарды тазартып көреміз. Әсіресе көп туфлидің осындай басы қатты сырылып кетеді. Көрсеңіздер, қара дақтардың барлығы сұйықтықтың көмегімен кетіп қалды, және сырылған мүлде жоқ. Енді келесі аяқ киімдегінді де кетірейік. Сырылған іздердің барлығы кетіп қалды. Енді оны мына тұрған ақ мақтадан ақ көруге болады. Яғни бұл лайфхагымыз іске жарамды. Енді тексеретін лайфхагымыз бұл мынадай табаны ақ аяқ киімдерді тазалау. Ол үшін кәдімгі оқушыларға қажет өшіргіш керек. Осы өшіргіштің көмегімен мына аяқ киімнің ақ жолағында пайда болған кірді, қара дақтарды кетіруге болады екен. Қазір оны да сынап көреміз. Тек әлсін-әлсін ғана кетіп жатыр, қара дақтар жұғып қалған, бірақ толық кетіруге күші жетпейтін сияқты өшіргіштің. Міне, құрметті көрермен, көргендеріңіздей аяқ киімнің дақтары сол бағанағы күйінде қалды, тек өшіргіш осылай желініп кетті. Ешқандай көмегі болған жоқ. Дақтар тек әлсін-әлсін ғана кеткені болмаса, толық тазарған жоқ. Құрметті көрермен, қазір COVID-19 індетінің таралуына байланысты барлығымыз қауіпсіздік шарасын сақтауымыз керек. Сондықтан маска киіп жүріңіз деп айтудан жалықпаймыз. Сақтансаң сақтайды.